Сәлем достар, бар жоғы 5 минутта дайын болатын салаттың құрамымен бөлісетін боламын. Салатқа қажетті заттар: ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып, ыдысына салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз және жақсылап араластырып, омлет жасайтын боламыз. Тапаны жақсылап майлап алып, орташа отта пісіреміз. Омлет пісіп дайын болғанша капустаны турап, үстінен уксус құйып, 5 минуттай араластырып, холодильникке салып қоямыз. Мен бұл жерде 2 тарелкаға арнап жасадым. Сіз отбасыңызға байланысты құрамын көбейтіп, азайтып жасасаңыз болады. Міне, омлет бізде осындай көлемде шықты. Енді шұжықты, огурцыйды соломка етіп тураймыз. Шұжықтың кез келген түрін қолдана берсеңіз болады. Көк пияз турау міндетті емес. Омлетті осындай көлемде тураймыз. Омлеттің азғантай бөлігін сәндік үшін алып қалсаңыз болады. Мен азғантай бөлігін алып қалдым. Барлығын бір ыдысқа салып, холодильниктегі капустамыз салып, майонезбен араластыратын боламыз. Міне, салат дайын. Әсіресе 5-тің шайына тез дайындап жібергенге керемет болып шығады. Дәмі өте дәмді және тойымды. Видео сізге ұнаса, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ас болсын!